Қайырлы күн, қалайсыздар? Менің тұрақты көрермендерім. Қолыма перчатка киіп алдым, қолыма аллергияма бірдеңелер шығып кеткен. Нанды да осы перчаткамен аштым. Міне мына бауырсақ, жұмыртқа, ішіне сүт, қаймақ, шекер, тұз бәрін қостым. Қазір күшті болып шығады, вкусный болып. Қалған осылай міне көмеш қылып қойдым. Қазір пісіріп алам. Ал мына жерде міне еттің наны. Ет салып қойып едім, мана таңертең. Мынау да міне күшті үйдің қолдың жұмыртқасы болғасын сап-сары. Дәмді болып шығады еттің наны да. Осылай 2 нанға дайындап қойдым. Қазір шамалы иіні қансын, тағы да басып қоям. Мына жерде міне қойдың еті, картофелін жаңа салып жібердім. 2 жілігін салып қойдым, қайнап жатыр. Мына деген міне атын өткенде оқып едім, ұмытып қалдым. Абысының келген кезде өстіп гүл сыйлап кетіп еді. Өзім жақсы көремін негізі үйдің гүлдерінше, осылай үйдегі комнатный гүлдерді. Бір жылы толтырып алып, сол білмеймін өліп қалды шет-шетінен. Содан қалғаны міне осындай драцена қалды. Сосын денежный бар, қалған бәрі өліп қалды. Мынау міне күшті. Эльвира деген менің жақсы көретін абысыным осылай гүлдейін деп тұр. Осыны енді үлкендеу горшокқа отырғызу керек. Гүл жақсы көремін мен негізі. Үйдің осындай, үйдің болсын, даланың болсын, гүлдерін күшті көремін. Ал мына жерде өткенде ұйтқан айран еді, соны кеше холодильниктен шығарып едім, бет осындай болып кетті. Енді осыны мен сүзем. Сосын сүзбе құрт жасап тастаймын. Міне қыздар, сіздер бауырсақты қалай жасайсыздар? Кесесіздер ме төртбұрышты қылып? Или осылай домалақ қылып жасайсыздар ма? Домалақ қылам мен. Қонақ келсе, өзімізге осындай шағын болса. Үйге күшті. Сосын бауырсақты деген жіп-жіңішке қылып не істеуге болмайды, кесуге. Мына бауырсақты чуть қалыңдау қылсаңыздар, мынау менде үшті жіңішкелеу, жұқалау. Чуть не қылсаңыздар, қалыңдау қылсаңыздар, ол деген істейді, көтеріледі. Сосын деген күшті болып піседі. Іші де қуыс болмайды, андай дөңгелек, іші қуыс. Ондай болмайды. Ішінде де наны көтеріліп, әдемі болып піседі. Міне қыздар, бауырсақ деген күшті пышын болып шықты. Күшті, іші де осындай қуыс емес.